Ресейде су тасқынынан зардап шеккендерге қыруар қаржы төленіп жатыр. Әрбір жарамсыз үйдің 1 квадратына 69 мың рубль. 20 мың рубль бір жолғы жәрдемақы және қайтыс болған әрбір отбасы мүшесіне 1 миллион рубль төленеді екен. Ал Қазақстанда ше? Қанша төленіп жатыр? Депутат Әділ Жұбанов мәжілісте осы мәселені көтерді. Директорды рас айттым әлде бұрмалау болды ма? Бірге тексерейік. Елінде соғыс болып отырып, халықаралық санкциялардан экономикасы әлсіреп отырған көршілес Ресей мемлекеті су тасқыны салдарынан тұруға жарамсыз үй үшін өтемақыны 1 шаршы метрге 69 мың рубльден тағайындаса, қаза тапқандардың туыстарына бір жолғы жәрдемақы 1 миллион рубльді, бір жолғы материалдық көмек әрбір адамға 20 мың рубльді құрап отыр. Депутат рас айтады, Ресейде тасқыннан зардап шеккендерге көлемді қаржы төленіп бастапты. Дәлірек айтсақ, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық министрі Ирек Файзуллин Орынбор облысына сапары барысында қалпына келтірілмейтін тұрғын үйдің әрбір шаршы метріне 68.700 рубль төленетінін айтты. Сондай-ақ 10-20 мың рубль арасындағы бір жолға материалдық көмек, 50-100 мың рубль мүліктің бөлінуіне байланысты қаржылық көмек, 200-400 мың рубль денсаулығына зиян келуіне байланысты көмек. Және 1 миллион рубль қайтыс болған отбасының әрбір мүшесіне беріледі. Ал тасқыннан зардап шеккендерге көмекті ұйымдастыру үшін арнайы сайт ашылған. Бүгінгі таңда жалпы саны 97.251 тұрғын төлемақы алған. Жалпы тұрғындарға берілген төлемақының көлемі 1.849.028 миллион рубльға жеткен. Бізде қанша ақша төленеді екен деп күтіп отырған боларсыздар. Тасқыннан зардап шеккен азаматтардың отбасына 369.200 теңге көлемінде бір жолғы төлем материалдық көмек қарастырылған. Қазіргі таңда 13.259 отбасы бұл төлемді алды, ал бүлінген үй заттарын алу үшін қосымша 500 мыңға дейінгі мөлшерде көмек көрсету туралы шешім қарастырылып жатыр. Сондай-ақ, мал шығыны үшін де өтемақы қарастырылған, нақты қанша екені әзірге белгісіз. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова тасқыннан үйлері жарамсыз болған азаматтар үшін мәселені шешудің 2 жолын ұсынып отыр. Ол не дейсіздер ғой? Біріншісі әрине жаңа үй салып беру, екіншісі белгіленген шекті сома аясында азаматтардың таңдауына сай екінші нарықтан дайын баспана сатып алу. Бірақ әзірге есеп қисап жүріп жатыр, сондықтан бұл алдағы айдың мәселесі. Тасқыннан зардап шеккен таныстарыңыз көңілге қонымды төлемақы алып жатыр ма? Бюрократия жағы қалай екен? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.